Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге өзімнің асханамда өте дәмді, қаймақ секілді тәтті айран жасайтын боламыз. Алдын ала қаймағы айырылған сүтті пісіріп алған болатынмын. Енді кенде ыдысқа, 5 литрлік ыдысқа сол сүтімізді құятын боламыз. Сүт міндетті түрде табиғи таза сүт болуы керек. Мен айранымды биоцинның көмегімен ұйытатын боламын. Маған бір кесе айран керек болады. Айранды қаймақпен, табиғи айранмен де ұйытса да болады. Бастысы біздің ұйытқымыз тәтті, дәмді болуы керек. Менің сүтім суыды, жаңа піскен сүт болғандықтан суытуға қойып қойдым. Және де сүт міндетті түрде не салқын, не ыссы болмауы керек, қанжылым болуы керек. Біздің саусағымызды салып қарағанда, біздің саусағымыз күймеуі керек сүтке. Міне, бір кесе айранымызды салып, осылай араластырамыз. Менде 5 литрлік сүтке бір кесе айран кетті. Егерде сізде бұдан мөлшері аздау болса, онда айранның мөлшерін азайтасыз. Енді қақпағын жауып, бетін жылы матамен бүркеп, жылы жерге 4-5 сағатқа қоямыз. Біздің 4-5 сағатымыз өтті. Міне осындай айран шығуы керек, ұйыған. Енді біздер осыны холодильникке кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Айраныңыз ашып кетпес үшін міндетті түрде холодильникте бетін жауып ұстаған жөн. Міне достар, менің айраным дайын болды. Міне осындай қою айран шығады. Сіздерде осылай жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Міндетті түрде ұйытқыны таңдағанда дәмді, тәтті ұйытқыны таңдаңыз. Енді осылай касеге салып алып, араластырып ішетін боламыз. Дәмі қаймақ секілді өте дәмді айран шықты, айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен болған менің әзірге. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.